Қайырлы күн баршаңызға келіншектер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер, сіздерге ұнары сөзсіз. Ең әуелі рецептімізді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда жаңада рецепттермен бөлісетін боламын. Ал ендеше булочкамызды бірге дайындайтын боламыз. Ең әуелі бізге 2 дана жұмыртқа қажет болады. Үстіне міндетті түрде жылытып алған сүтімізді құятын боламыз. Арасында осылай венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Міне жылы сүтімізді құйып алдық. Енді осылай араластыра отырып, үстінен шекерімізді қосамыз. 100 граммдай қостым. Әр қарай тұзымызды саламыз. Және де ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып аламыз. Міне енді жақсылап араластырып, үстінен міндетті түрде ұнымызды өлшеп алатын боламыз. Описание бөлімінде көрсеңіздер болады, қанша грамм қосқанымды. Жартысын ғана қосып алдым. Қатты болып қалмасы үшін міндетті түрде біздің қамырымыз жұмсақ болуы керек, қолға жабысатындай. Өйткені біздің булочкамыз өте нәзік, үлпілдек булочка дайындайтын боламыз. Міне осылай қолымызбен жақсылап араластырып, басын біріктіріп аламыз. Осылай барлығын біріктіріп болғаннан соң, міне осылай ұнды себе отырып, көп ұнды себудің қажеті жоқ. Осылай ортасына келгенде сұйық майымызды құятын боламыз. Міне сұйық майымызды құйып алдық та, әрі қарай тағы да басын біріктіріп алатын боламыз. Міне осылай барлығын дайындап болғаннан соң, бетін жауып, бірнеше сағатқа қалдыратын боламыз. Міне біздің қамырларымыз көтеріліп дайын болды. Енді қамырларымызды жұмыс үстеліміздің үстіне түсіріп алатын боламыз. Енді қамырларымызды алып, ұнға кішкене ғана малып алатынбыз да, әрі қарай бірнеше бөлікке бөліп дайындайтын боламыз. Осылай қолға жабысыңқы болады қамырларымыз. Міне осылай барлығын бірнеше бөлікке майдалап бөліп шығамыз. Осылай кесіп болғаннан соң бетін жауып, бір шетінен бастап булочкаларымызды дайындай беретін боламыз. Міне бірінші булочкамызды осылай алып, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Және бір шетінен бастап вареный сгущенкамызды салып, жаңағыдай бүктеу тәріздес етіп, булочкаларымызды әдемілеп орап шығатын боламыз. Барлығын дәл осылай дайындай берсеңіздер болады. Міне біздің булочкаларымызды барлығын дайындап алдық. Астына жабысып қалмасы үшін май жақтым, және де бетін жауып, кішкене көтерілгенге дейін қалдырдым. Дайындап болғаннан соң, осылай бетіне бір дана жұмыртқамызды жарып, осылай барлығын жақсылап араластырып, міне осылай жабып шығатын боламыз щеткамызбен, бір тексетіп, және де алдын ала осы жерде пешімізді қыздырып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз қызарғанша. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ, өте ыстық болып тұр менің қолыма. Міне осылай жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, сізге ұнары сөзсіз. Міндетті дайындап көрсеңіздер, және де менің видеом ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, үлкен алғысым шексіз. Және де тіркеліп қоңырау жағына басып қойды ұмытпаңыздар. Алда жаңағы түрлі рецепттерді сіз бірінші болып көретін боласыз.